фруктовый салат жасаған кезде көп қыздар осы нәрсені біле бермейді ау деймін. Өйткені өзім білген кезде таң қалдым. Көбінесе біз салатты жасаған кезде йогурт қосамыз ғой, суланып кетеді соңғы жағы. Ал басқа әдіспен жасаңыздар енді идеальный болып шығады екен. Көбінесе мен осы алма, банан мен алма жақсы үйлеседі. Майдалап турап аламын. Алманы сыртын ашсаңыздар да болады. Және үшінші қоспасы ол жаңғақ. Жаңғақты қатты ірі қылмай, орташа көлемде майдалап турап аласыздар, жегенге ыңғайлы қылып. Ал енді басты қоспасы ол 20% қаймақ және осындай сгущенка. Осы екеуін жақсылап араластырасыздар. Бір қалыпта осындай әдемі масса шығады. Толық қосамызда жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Енді дәмі деген керемет болады. Қыздар, жасап көріңіздер. Суланбайды, езілмейді, дәмі мощный, жасап көріңіздер. YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Қыздар, подписацияны басыңыздар. Парақшам, каналым пайдалы. Инстаграмға да, YouTubeға да қосылып алыңыздар.